Сәлем баршаңызға. Дастарханыңыздың сәні болып жүрегіңізді жаулай алатын осы салаттың рецептін қабыл алыңыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәл осы хит салатымызға қажетті заттар: кептірілген шұжық, қайнатылған жұмыртқа, қызанақ, қатты сыр, чечил, салат жапырағы, консервадағы қияр және майонез қажет болады. Ең алдымен біз кептірілген шұжығымызды дәл видеодағындай дөңгелектеп кесіп алатын боламыз. Келесі туралған шұжықтарымызды бөлек ыдысқа салып шетке алып қоямыз. Ендігі қатты сырымызды алып дәл видеодағындай етіп 3 бұрыштылап жұқалап кесіп алатын боламыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды да 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. Қызанағымызды да дәл видеодағындай жұқа етіп бөліктерге бөлеміз. Ерекше дәм беретін салат жапырағымызды да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осы салатымыздың ең маңызды құрамы ол осы чечил болып табылады. Дәл видеодағындай етіп жұқа бөлшектерге бөлеміз. Бұны чечилімізді жұқа бөлшектерге бөлдік. Аздаған бөлігін алып салатымызға қосатын боламыз. Туралған чечилімізді ыдысымызға салып, үстіне дәміне қарай тұз қосып, және де майонез қосып жақсылап араластырамыз. Силиконовый лопатканың көмегімен араластырыңыздар. Өйткені ішінде қызанақ бар, ол қатты езіліп кетпеуі керек. Және де оның үстіне консервадағы қиярларымызды саламыз, тағы да бір араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Енді осылай тарелкелерге мен салат жапырақтарын қойып шықтым. Үстіне салатымызды жайғастырамыз. Дәл осы рецептпен менде 2 тарелка шықты. Үстіне осылай чечилімізді дөңгелектеп, әсемдеп қоятын боламыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Бұл салат ұзақ уақытты талап етпейді. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға рахмет.